Assalamu alaikum. Соңғы жылдары мемлекетімізде нураниларды социалдық қолдап-қуатлау, оларды саламатластыру, бос уақытларын мазмұнлы өткеру, сондай-ақ социалдық өмірдегі іскерлігін еледе арттыру мақсатында бір қатар ләжлар алып барылмақта. Нуранилар тұрмысынан бір күн сюжеті текарында Нурани қорының Шоманай районлық бөлімі басылығы Дәулетбай Ниетуллаевтың бүгінгі күнде алып барып отырған жұмыс іскерлігі менен жақыннан танысамыз. Ассалауму алейкум. Мен әр күнгі таңды азанғы дене шынықтыруларынан бастаймын. Себебі бұл дене шынықтыру адамның денсаулығына пайдалы болып, әсіресе кексе жастағы адамдар үшін ұзақ өмір сүруі, оның денсаулығының бекем болуы үшін жүдә пайдалы. Спортты денсаулық гіреуі деп білген Нураниіміз жәмиетте өз орнына ие инсанлардың бірі. Қаһарманымыздың басты мақсаты өсіп кетірген жас әулетті білімлі етіп тәрбиелеу болғанлықтан жастар арасында тез-тезден үгіт-насихат жұмыстарын алып барады. Ассаламу алейкум. Бүгінгі күнде нураниларымыз өздерінің бай өмір тәжірибелері, үгіт-насихатлары менен түрлі салаларда өсіп кетірген жас әулетқа үлгі болып келмекте. Шоманай районы Нурани қорының басылығы Дәулетбай Ниетуллаев та районымызда сөзі көпке үлгі, жасы үлкен инсанларымыздың бірі. Демек, ол инсан менен сәубеттессек. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Бүгінгі күнде Шоманай районы Нурани қоры бөлімінде қандай жұмыслар әмелге асырылмақта? Осылар хақында айтып өтсеңіз. Районлық Нурани қоры бүгінгі күнде кексе әулет уәкілдерінің тұрмыс дәрежесін жақсылау үшін әрқилы ләжлар әмелге асырылмақта. Текарғы біздің мақсатымыз кексе әулет уәкілдерінің мемлекет тұрмысындағы белсенділігін асыру, бос уақытларын кеуілді өткеру, саяхатлар шөлкемдестіру, сондай-ақ спорт жарыстарын шөлкемдестіру текарғы біздің вазифамыз болып табылады. Жастарды отанпарварлық рухында тәрбиелеуде нураниларымыз тарапынан бөлімде қандай жұмыстар әмелге асырылмақта? Бір Нурани 10 жасқа жауапкер дәстүрі текарында жұмыстар әмелге асырылып жатыр. Бұлар сол жастардың мәселелерін шешу. Мысалы, ол жастар жұмыссыз болатұғын болса, я болмаса оқуға кіретұғын болса, семьяларында қиыншылық болып жатырса, оларды үйреніп, сол мәселелер бойынша тиісті жұмыс алып барып жатыпты. Әр мектепке 3 нуранидан бекітіп қойыппыз, олар әр әптеде нуранилар сабағын өтіп келмекті. Махаллелер кесімінде де нураниларымыздың атқаратұғын қызметі үлкен. Олардың сөзі жасы кішілерге үлгі, солар хақында айтсаңыз. Енді махаллелерде алып қарайтұғын болсақ, әлбетте бұл жұмыслардың барлығын бір шөлкемде 1-2 адам істей алмайды. Біздерге жәрдемші ретінде райондағы 13 махалленің барлығында әр қайсында 15 нуранидан кекселер маслихаты топарлар түзілген. Ол нуранилар шаңырақтағы тыныштығын сақлау бойынша оларды өздерінің ақылларын айтып, өздерінің өмір тәжірибелерін үйретіп, асайышталықты тәмелеуге жәрдем беріп жатырды. Жасы ұлы Нурани испатында жастарымызға айтарыңыз? Енді мен жастарға айтарым, білімден болу керек. Бұның үшін кітапты көп оқу керек. Өзінің алдына мақсат қою керек. Қандай да қиыншылық болмасын, сол өзінің алдына қойған мақсатқа жету үшін әрекет етсе, елге белгілі, елге қызмет ететін инсан болып жетеді.